Ойланып көріңізші, егер де жұмысқа бару үшін көлікке отырмай-ақ, сағаттап күтпей-ақ, бір-ақ сәтте барып түсуге болса, сізді табысты конференцияға шақырды, бірақ ол Нью-Йоркте. Телепортация болса, ол жерге бірден баруға болар еді. Телепортация дегеніміз бір объектінің позициясын, күйін, немесе оның өзін бір орыннан екінші орынға бір сәтте көшіру процесі. Бұл туралы біз фильмдерде көп көреміз. Мысалы, Star Trek, The Fly, Jumper сияқты фильмдер телепортацияны бізге қызық етіп көрсетеді. Бірақ ол қалыптасқан көрініс қандай ақиқатқа жақын? Телепортация алғаш ғылыми әдебиетте 1935 жылы пайда болды. Бұл әйгілі ғалым Альберт Эйнштейн, Борис Подольский және Натан Розен бірігіп жасаған зерттеу нәтижесі. Олар өзара байланыста болған бөлшектердің кейін мүлдем бөлек кеңістіктерде орналасса да, бір-бірімен тылсым байланысын жоғалтпайтынын дәлелдеді. Бұл құбылыс кванттық запутанность немесе кванттық байланыс деп аталады. Яғни, бір бөлшекке әсер етсең, екіншісіне де сол мезетте әсер етіп, күйі өзгереді. Арадағы қашықтық маңызды емес. Тіпті олар біреуі жерде, екіншісі айда болса да. Сол себепті ғалымдар бұл құбылысты қашықтықты жоққа шығаратын физика деп те атап кеткен. Кванттық телепортация дегеніміз нақты бөлшектің өзін емес, оның күйін басқа жердегі дәл сондай бөлшекке жедел түрде көшіру. Қарапайым мысал, сіз бір фотонның күйін басқа бір фотонға жібересіз. Фотонның өзі қозғалмайды, тек күйі ғана өзгереді. Бұл кәдімгі факс сияқты. Қағаздың өзін жібермейсіз, тек оның сандық көшірмесін екінші жаққа жібересіз. Бірақ маңызды айырмашылық, түпнұсқа жойылады, ал жаңа жерден дәл көшірмесі пайда болады. Бұл құбылысты 1993 жылы Чарльз Беннет математикалық жолмен сипаттап берді. Ол кезде бұл тек теория болатын. Алайда, бірнеше жылдан кейін бұл құбылыс зертханалық жағдайға жүзеге асты. Кванттық телепортацияны тәжірибе жүзінде алғаш рет Австрия елінде Антон Цайлингер жетекшілік еткен ғалымдар жасады. Олар Канар аралдарындағы екі зертхананы пайдаланды. Біреуі Пальма аралында, екіншісі Тенерифе аралында. Екі аралдың арасы 144 шақырым. Ғалымдар алдымен екі фотонды шатастырды, яғни бір-бірімен кванттық байланыс орнатты. Содан соң үшінші фотонды енгізіп, оның күйін бір фотонмен біріктірді. Сосын бұл ақпарат екінші фотонға жеткізіліп, оның күйі дәл солай өзгертілді. Нәтижесінде үшінші фотонның толық көшірмесі екінші зертханада пайда болды. Тіпті арада мұхит болса да, бұл шын мәніндегі телепортация. Ал енді ең маңызды сұрақ. Адамды телепортациялауға бола ма? Теория жүзінде иә. Себебі адам да атомдардан тұратын күрделі жүйе. Егер әрбір атомның нақты орнын, байланысын, күйін дәл өлшеп, басқа жерде соны қайта құра алсақ, адам көшірмесін жасауға болады. Бірақ мәселе мөлшерде. Адам денесінде шамамен 7 актиллион атом бар. Бұл 7-ден кейін 27-0 тұратын сан. Бұл жердегі барлық жұлдыздардың санынан да көп. Мұндай ақпарат көлемін өңдеу, сақтау, жеткізу қазіргі технологиялар үшін мүмкін емес. Оның үстіне бұл тек жеке атомдарды ғана емес, олардың арасындағы барлық химиялық, кванттық байланыстарды дәлме-дәл көшіруді талап етеді. Бірақ ең күрделі сұрақ, адам кім? Егер сіз телепортация кабинасына кірсеңіз де, сіздің түп нұсқаңыз жойылып, басқа жерде көшірмеңіз пайда болса да, ол кім болады? Ол адам сіз бе? Әлде сіздің көшірмеңіз бе? Жадыңыз, ойыңыз, санаңыз барлығы да көшірілді. Бірақ түп нұсқа жоғалды. Бұл философиялық, тіпті моральдық дилемма. Кванттық телепортацияда объектіні жою міндетті шарт. Мұны Эдвард Фархи, MIT-дің бұрынғы теоретикалық физика орталығының директоры растайды. Көшірме пайда болу үшін түп нұсқа міндетті түрде жойылу керек. Көптеген ғалымдар адамның телепортациясы
ешқашан мүмкін болмайды деп есептейді. Алайда Митио Каку сынды ғалымдар телепортация 21 ғасырдың соңына дейін жүзеге асады деп сенеді. Олар үшін бұл тек технологияны жетілдіру мәселесі. Ал Юджин Ползик сияқты зерттеушілер басты фундаменталды мәселелер шешілді. Тек сапаны жақсарту ғана қалды дейді. Бүгінгі күні зерттеулер қашықтықты арттыруға бағытталған. Мақсат телепортацияны қалааралық, тіпті ғаламдық деңгейге жеткізу. Телепортация бұл енді тек фантастика емес. Бұл ғылымның нақты бағыты. Алда әлі көп кедергілер бар. Технологиялық, ақпараттық, этикалық. Бірақ адамзат бұрында мүмкін емес деген нәрселерді жүзеге асырған. Ұшу, ғаламға шығу, интернет, жасанды интеллект барлығы да бір кезде ертегі болған. Телепортация да келешекте біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналуы мүмкін. Телепортация пайда болса, сіз оны қолданар ма едіңіз? Ал егер түпнұсқаны жойылып, тек көшірмеңіз қалса, бұл сіз бола аласыз ба? Ойыңызды пікірде қалдырыңыз. Арнаға жазылып, келесі видеоға ұсыныс тастаңыз. Келесі көріскенше қош сау болыңыз.